Сәлем достар, сіздер Samsung телефонында суреттегі артқы фонды оңай алып тастаудың жолын көрсетемін. Мысалы, мына суреттен қалаған бір кейіпкеріңіздің үстінен басып тұрасыз. Сол кезде неке былай артқы фоннан бөлек тек негізгі суреттің кейіпкерлері, мысалы негізгі бейнелер ерекшеленіп шығады. Кейін жіберіп, оны көшіріп алуға, немесе бөлісуге, немесе сақтап алуға болады. Сақтап алсаңыз, сізде мында бөлек, яғни фон алып, PNG форматта дайын бола қалады. Кейін бұны сіз өзіңіздің қалаған, мысалы, жұмысыңызға қоса аласыз. Мысалы, мінекей. Қараңыздар, фон бірден кетіп қалды, негізгі кейіпкерлер, бейнелер ғана қалды. Сол секілді басқаларын да жасай аласыз. Тіпті, мысалы, қараңыз, яғни негізгі нысанға үстінен басып тұрасыз, кейін сақтап аласыз. Тіпті бірден әлеуметтік желіде де басқасында да бөлісуіңізге болады, поделиться деп, немесе көшіріп алып, мысалы, өзіңіздің жұмыс жасап жатқан жаңағыдай нысаныңызға апарып қоюыңызға болады. Қараңыздар. Өте оңай. Мысалы, көбіне фонды өшіру үшін біздер арнайы сайттарды қолданып, солай жұмыс жасаймыз. Ал мынау Samsung телефондағы сіздерге бірден бір лайфхак.